Алла Тағала бізге иманды берді. Не үшін? Жақсы көргендіктен берді, дұрыс па? Айттық қой жаңа. Неге берді деген сұрақты қойыңыздар сенде. Неге берді маған? Менен де ақылды адамдар бар ма сенен де? Бар ма? Жоқ бар. Мектепте сенен де жақсы оқыған, сенен де әдепті адамдар, балдар болды ма? Болды ғой. Әлі намаз оқымайды, иманға келмеген, оларға бермеді. Неге маған берді десең, Алла Тағала айтады, қараңыздар. Мен өзім білем дейді. Кімге берем, кімге бермеймін. Әне. Түсініп тұрсыздар ма? Мен ешкіммен ақылдаспаймын дейді. Түсініп тұрсыз ба? Мен ешкімнің түріне қарамаймын, күнәсіне қарамаймын дейді. Мен өзім білем дейді, кімге беру керек екенін. Сондықтан сіз қуаныңыз. Сіз қуаныңыз сондықтан. Аллаға көп шүкіршілік етіңіз. Қуанған кезде қалай қуаныңыз? Жылап қуану деген бар, білесіз ба? Сіз жылап қуаныңыз. Күліп емес, жылап тұрып қуаныңыз, мәз болыңыз, риза болыңыз. Ризамын деңіз Аллаға тағдырым. Алла маған, мен өзім білем дейді, кімге берем, кімге бермеймін. Мысалы, Меккенің мен деген мүшрик байларына бермеді ғой, әкімдеріне. Бірақ бай болса да кімге берді? Абу Бәкірге берді. Құл болса да, қара құл болса да, 30 жыл құлда жүрген кімге берді? Білалға берді. Пайғамбарымыздың Хамзаны өлтірген кімге берді? Уақшиға берді. Өзі біледі ол кімге беру керек екенін, көрдіңіз ба? Өзім білем дейді. Осы кезде Алланы қалай жақсы көрмейсің? Ал егер бір өлшем болғанда, красавчиктарға, ақылдыларға, мектепті жақсы оқығандарға, тәртіптілерге берем дегенде, біз ілінбей қалатын едік та. Түсініп тұрсыздар ма? Ондай болған жоқ та. Ол өзі біледі та. Қалай жыламайсың, қалай қуанбайсың? Қуанғаннан қалай жыламайсың? Міне, альхамдулилля, бұл Алланың нығметі.